Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Қазақ халқының тарихында, әсіресе кеңес дәуірінде, мыңдаған атақты батырлар, банды, халық жауы деп айыпталып, қуғын сүргінге ұшырады. Ол батырлардың кеңес үкіметі алдындағы бар болғаны тек бір жазығы ғана болған. Олар өздерінің туған қазақ халқының мүддесін қорғағаны. Сол үшін қудаланды, қамалды, атылды. Бүгінгі менің бейнеролигім тура осындай банды деп айыпталып, оңдаған жылдар бойы қудаланып, ақырында ешқандай тергеусіз, сотсыз атылған Мәди Бәпиұлы туралы болмақ. Өкінішке орай бүгінгі қазақ Мәдидің кім екенін білмейді. Мәдидің есімі не қазақ әдебиетіне, не Қазақстан тарихына енгізілмеген. Мәди туралы деректі фильмдері де бар деп айта алмаймыз. Осы оқылықтың көзін жою үшін мен Мәди Батыр туралы арнайы видео түсіргенді жөн көрдім. Сонымен, атақты Мәди дегеніміз кім? Мәди 1880 жылы қазіргі Қарағанды облысы Қарқаралы ауданында Қазақ даласындағы ең беделді отбасында дүниеге келеді. Мәдидің арғы атасы атақты Қаз дауысты Қазыбек бидің өзі. Тағы бір атасы Қаз дауысты Қазыбек бидің үлкен ұлы және мұрагері, кезінде Абылай ханның өзіне қарсы тұрған Бекболат би. Одан кейінгі Мәдидің атасы әйгілі тіленші, күллі орта жүзді басқарған керемет тұлға еді. Тікелей атасы өз кезінде түгел арғынды аузына қаратқан Алшынбай би, атақты Абайдың қайнатасы. Сонымен Абайдың өзі Мәдиге жезде болған екен. Міне, Мәди осындай атақты отбасының өкілі. Мәдидің әкесі Бәпи Алшынбай бидің кенжесі және шаңырақ иесі болған. Алайда Бәпи жас кезінен өте жуас, ел басқаруға ұмтылмаған адам болып, көбінесе үлкен ағалары, соның ішінде Қалқабайдың ықпалында болған. Бәпидің жалғыз ұлы болса Мәди тура солай алдымен әжесі Алшынбайдың бәйбішесі Ұлжанның қолында тәрбиеленіп, әжесі қайтыс болғаннан кейін әкесінің ең үлкен ағасы Қақабайдың қолында болады. Әкесі жуас болғанмен Мәди оған тартпай, керісінше жастайынан батырлығы, ақындығымен, шешендігімен, палуандығымен көзге түседі. Сонымен қатар Мәди кішкентайынан керемет домбырашы да болды. Мәдидің шерткен күйлерін Тайынша жәрмеңкесінде естіп қалған атақты Біржан Сал мен Ақан Серінің өзі таң қалып, 14 жасар Мәдиге батасын береді. Кейін тура осылай Қоянды жәрмеңкесінде атақты палуан Шолақ пен үкілі Ыбырай да Мәдиге батасын аямайды. Міне, жастайынан осылай елге танылған Мәдиді Қақабай алғашында өзінің қол шоқпарларының бірі еткісі келеді. Бірақ жас Мәди Қақабайдың айтақтағанына түсетін бас кесері болудан бас тартып, көптеген жағдайда Қақабайдың әділсіз шешімдеріне ашық қарсы шыға бастайды. Сол кезде мана түрімен Мәди кейін менімен билікке таласуы мүмкін, сондықтан күшік кезінде атып тастау керек деп қауіптенген Қақабай енді Мәдидің көзін құртуды ойластыра бастайды. Алғашында Мәди Қақабай қандай болса да үлкен әкем ғой деп ағасына құрмет көрсетіп жүре береді. Бірақ бір күні Қақабай Мәди менің отарымнан 4 саулық қойды ұрлады деген жала жауып, жасындай жарқылдап келе жатқан Мәдиді Атбасардың түрмесіне қаматып, кейін сол Атбасарға жер аудартады. Атбасарда Мәди тек 1914 жылы келетті, келсе, оның барлық мал жанын туысқандары тонап, өзара бөлісіп алғанын көреді. Сол кезде Мәди, ақыр мені барымташы дейді екен, онда мен еңбексіз жинаған малдан садақа алып, оны қара халыққа таратамын деп, ашық түрде барымтаға бел буады. Аз уақыттың ішінде Мәдидің айналасына өзі секілді батыр да батыл жігіттер жиналып, Мәдидің аты жалпы Қазақ даласына жайыла бастайды. Ең қызығы, Мәди алда-салда ешқандай байды тонамаған екен. Алдымен қазақ байларының өздеріне барып, қолқа салып, халықпен бөлісуін өтінген. Егер Мәдидің өтінішіне бай құлақ асып, қара халыққа көмектессе, Мәди оған тиіспеген. Егер бай келіспесе, ондайларды бірақ Мәди Батыр аямаған. Әрине, патша үкіметіне Мәди сияқты дала Робин Гудының пайда болуы ұнамады.
Алғашында орыстар Мәди батырды қазақтың өзіне жазалатқысы келіп, Мәдидің ісін билер сотына тапсырған екен. Бірақ күллі қазаққа белгілі, даланың батыры Мәдиді соттауға ешбір қазақтың биі келіспейді. Сонда ғана Мәдидің артына полиция түсіп, ақырында ұсталып, Мәди қазақ түрмесіне жабылады. Осы жерде айта кететін бір жай, осы Қазалы түрмесінде Мәди Ахмет Байтұрсынов және Жақып Ақбаев секілді алаш қайраткерлермен танысып, достасады. Қазалы түрмесінде бірақ Мәди батыр ұзақ отырмады. 1915 жылы қашып шығады да бұрынғы барымтасына тағы да салады. Бір шама уақыттан кейін 1917 жылы өзінің жақсы танысы, досы болған Айтқожа Теміржанов Мәдиді аяқ асты полицияға ұстап беріп, Мәди тағы да түрмеге қамалады. Міне, Мәди батыр осылай түрмеде отырған кезде Қазан төңкерісі болып патша билігі құлайды. Патша билігінің орнына келген кеңес үкіметін Мәди батыр алғашында қолдайды. Себебі большевиктердің қазаққа азаттық береміз, енді қазақтар орыстармен тең болады деген ұрандарына сенді. Сондықтан бостандыққа шыға салысымен Мәди 1919 жылы Колчак әскеріне қарсы шайқастарға қатысады. Ақтарды Қарқаралыдан қуып шығып, Қарқаралы уездік кеңесінің мүшелігіне тағайындалады. Жергілікті ақсақалдардың айтулары бойынша, Мәди осы Қарқаралы кеңесінде қарақшылармен күресті басқарып, аз уақыттың ішінде Қарқаралы даласын кезіп жүрген бандылардың барлығынан тазартады. Бірақ көп ұзамай Мәдидің жаңа кеңес үкіметінен де көңілі қалады. Өйткені большевиктердің ешқандай қазаққа азаттық бермейтініне, орыстандыру саясатының жалғасатынына әбден көзі жетеді. Сонымен қатар, кеше ғана патша үкіметіне қызмет еткен сатқын қазақтар енді жаңа кеңес үкіметінде де билікке келгені Мәдиді қатты ашуландырады. Ал кейін сол сатқындар қазақтың бір туар азаматтарын большевиктерге жамандап ұстата бастағанда Мәди батыр тағы атқа қонады. Енді Мәдидің басты жауы сол сатқын қазақтардың ауылдары болады. Бірақ большевиктерге мұндай әділдік іздеген қазақтың батыры керек болмады. Сондықтан да орыс большевиктері мен солардың айдауында болған сатқын қазақтар Мәди батырдың көзін қалай жоямыз деп ойлана бастайды. Ашық соттап қамайын десе, Мәдидің артында тұрған қалың қазақ елінен сескенеді. Тиіспейін десе, сағаттап артып келе жатқан Мәдидің атағынан қорықты. Большевиктер мен сатқын қазақтар мына Мәдиді не істейміз деп жүрген кезде, Мәди батырдың құлағына оның туысқаны, жолдасы, ағартушы педагог, публицист, Алаш партиясының Семейдегі өкілі болған Мұстақым Малдабаевтың қамалып, Қарқаралы түрмесінде жатқаны туралы хабар жетеді. Сол кезде Мәди жанына бірнеше жігіттерін ертіп, Малдыбаевтың жағдайын білуге Семейге келеді. Алайда сол жерде түрме басшылары провокация жасап, жергілікті большевиктер Мәдимен төбелесіп, абақтыға қамауға бұйрық шығады. Бірақ абақтыға бара жатқан кезде Мәдиді аяқ асты қашуға тырысты деген сылтаумен Қарқаралы түрмесінің алдында Андрей Жасанов деген милиционер атып тастайды. Бұл 1921 жылдың 1 ақпаны еді. Басқа кезде дереу тергеу жүргізіліп, кінәлілер міндетті түрде жазаланар еді деуге болады. Ал большевиктер тергеу жүргізбек тұрмақ, қатты қуанып, Мәди атылған күні-ақ оның өлімі туралы хабарламаны қазақ тілі газетінде орыс тілінде жариялайды. Мәдидің денесі болса, сол атылған жерде қалдырылып, оны қорлауға тырысады. Бірақ қара халық өз батырының мәйітін қорлыққа қимай, Қамал Жайсақовтың үйіне әкеліп жаназасын шығарады. Ең қызығы, жаназа кезінде молда марқұм Мәдиді шәйіт деп жариялап, Қарқаралы қаласының іргесіндегі Мәлік сайға жерлейді. Кейін 60 жылдары батырдың басына оның ұрпағы құлпытас орнатады. Бірақ Мәди өлтірілсе де оны қудалау осымен тоқтамады. 60 жылдарға дейін Мәдидің әндеріне тыйым салынып, халық арасында кеңінен тарап кеткен әндер халық әні деп ашық түрде жарияланады. Содан кейін
Мәдидің ең жақын туыс ағайындары репрессияға біртіндеп ұшырай бастайды. Мысалы, жақын бауырлары Ермағамбет, Ахметбектер ұзақ мерзімге сотталып, Құлмағамбет пен Айқожа есімді ағайындары ату жазасына кесіледі. Көптеген туыстары мен жолдастары конфискацияға ұшырап, жартысы түрмеге қамалып, жартысы жер аударылады. Міне, қолдан банда атанған, ал шын мәнінде болса ақындық пен батырлықты тең алып жүрген Мәди Бәпиұлының өмірі осылай аяқталды. Ең өкініштісі, тәуелсіздік алған Қазақстанда әлі күнге дейін ардақты батырымыз Мәди Бәпиұлының есімі әлі күнге дейін ұлықталмайды. Батырдың есімі тарих пен әдебиет оқулықтарында әлі күнге дейін керекті орнын таппай отыр. Бірақ десек те, Мәди батырымыздың аты қайтадан жаңғырып, қазақтың арасында, қазақ батырларының арасында үлкен құрметке әлі ие болады деген үміттеміз. Ал енді бейнеролигімді Мәди Бәпиұлының атақты «Сұрасаң руым менің қаракесек» деген әнімен аяқтағым келеді. Досым аз, дошпаным көп ай, қалған өсек. Үстіндей құс мамықтың ақыл жатушы едім ай, бұл күндей қуарағаяу бұлдау төсек ай, әридәдәйдім Міндімідей қара көкпен жол ұстадым, бардымдай қар өткелде ау жылқыстадым. Науқасым жанға батып, ақыл жатқан түнде ой, болмадай жан ашитын ау туысқаным ай, әридәдәйдім әридәдәйдім